Енді қарызын 90 күн бойы өтемей жүргендерге кредит берілмейді. Тақырып қызықтырса, соңына дейін қараңыздар. Қайырлы күн баршаңызға. Банктер мен микроқаржы ұйымдары үшін азаматтарға несие беру талаптары қатаңдатылды. Мәжілістің жалпы отырысында депутат Унзила Шапақ кредит беруге қатысты заң жобасын бірінші оқылымда таныстырды. Проблемалық қарыздары бар азаматтардың қарыз жүктемесінің өсуіне жол бермеу үшін кредиттер бойынша төлем мерзімін кешіктіру 90 күннен асқан жағдайда оларға кепілсіз тұтынушылық кредиттер беруге тыйым салу жөнінде норма енгізіледі. Бұдан басқа банктер мен микроқаржы ұйымдарына барлық қолданыстағы, яғни өтелмеген тұтынушылық кредиттер бойынша төлем мерзімін кешіктіру 90 күннен асқан соң сыйақы есептеуге тыйым салынады. Проблемалық кредиттерді реттеу рәсімінде іске асыру арқылы азаматтардың проблемалық берешек деңгейін азайту маңызды шара. Соңғы жылдары банктер мен микроқаржы ұйымдары өз баланстарын тазарту үшін жеке тұлғалардың проблемалық кредиттерін айтарлықтай жеңілдікпен коллекторларға беру практикасы қалыптасты. Сондықтан да қарыз алушылардың мерзімі өткен берешекті реттеу құқықтарын қорғау үшін банктер мен микроқаржы ұйымдарының азаматтардың кредиттерін төлем мерзімі өткен кезден бастап 24 айдан соң және кредитор берешекті реттеу рәсімдерін жүргізгеннен кейін ғана коллекторлық агенттіктерге сатуына рұқсат беру ұсынылады. 2024 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша еліміздің 890 мың азаматының 382 миллиард теңге сомасындағы қарыздары коллекторлық агенттіктерге берілген. Осыған орай жеке тұлғалардың сатып алған кредиттері бойынша берешекті реттеу рәсімдерін жүргізу бойынша коллекторлардың тікелей міндетін енгізу ұсынылады, деп айтты мәжіліс депутаты Унзила Шапақ отырыста. Берген ақпараттың пайдалы болса, арнаға жазылып, лайк басып қолдап кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.